Негізі бұл мектепке келгеніме мен қуаныштымын және мақтанамын. Себебі мектеп жоқтан бар жасалған дүние. Және бұл мектептің кірпішін қалау жолында Айгүл Қанатқызының еңбегі қаншалықты еңбек сіңіргенін мен айта алмаймын. Және осы мектепті қалау барысында түрлі қиындықтардан, түрлі мәселелерді шешу барысында көп қиын жолдардан өтті. Ал енді сол мектепке біз келгеннен кейін миссияға сеніп, біз мақсатымызға сеніп, осы мектепке шынымен білім беремін және оқимын деп келген оқушыларға және ата-аналарға мен ризамын. Жалпы мектепке былтыр жаз айында жұмысқа келдім. Жұмысқа келген кезде расымен мойындау керек, іштей үрей болды, күдік болды. Ол кезде мектебіміз жаңағындай қабырғалары енді қаланып жаңадан салынып жатқан, бүгінгі күндегідей мынандай заманауи үлгідегі керемет мектеп болатынын ойламадық. Соған қарамастан Айгүл Қанатқызының жаңағындай сөзіне сеніп, ол кісінің мақсатына сеніп, осы мектепке жұмысқа кірдік. Жұмысқа тұрған кезде еш ойланбастан келдім. Себебі ашылғаннан бері қалай тұрсам екен осы мектепке деген ой келді. Есімде қалғаны осы бізді фотосессия болатын күні Жадыра Мұратовна бар, Месаралым бар, мен бар, үшеуміз осы мектепке келгенбіз. Ол кезде осы мектепте түк ештеңе жоқ, қабырғасы ғана болды, қап-қара болып тұрды. Біз көтеріліп көріп, сол кезде ең бірінші мектепті көрген мен едім, Жадыра Мұратовнамен бірге. Содан бастап мен өзімнің дұрыс шешім қабылдағанымды мойындадым. Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Күнде келген сайын қуанышпен келемін. Кешкісін кетіп бара жатқанда ертеңді ойлап тұрам. Ертең не өткіземін, қалай қызықты болса сабағым, оқушыларыма не бере аламын деген сұрақ менде үнемі жүреді. Мектебім өзіме ыстық, бауыр бастым. Ерте келем, кеш кетем, ол менің шаршамаймын, бірақ күні бойы жүріп. Өйткені мен мектебімді, ең бастысы мамандығымды, оқушыларымды, мектебімді жақсы көремін. Елестетіп көріңіздерші өздеріңіз, 31 тамыз күні құрылыс жұмыстары жүріп жатыр, әлі мектептің жөндеу жұмыстары аяқталмаған. Біз бәріміз осында мұғалімдер бар, директор бар, осы мектепті жуып, жанталасып, жаңағы ертең 1 қыркүйек білім күні мектептің ашылуына дайындалып жатырмыз. Сол күні түннің бір уағында есімде қалған Айгүл Қанатқыздың өзі тойдан келіп, той көйлегімен келіп өшерде қолына жаңағы тряпкаларын алып өшерде бәріміз мектепті жуған болатымыз. Краскалар кетпеген, әлі подвалдың жөндеу жұмыстары бітпеген. Соған қарамастан жаңағы мақсатымыз айқын болып, өз-өзімізге сеніп, жігерленіп, бәріміз түнімен жүріп жұмысты бітірдік. Тіпті ең қызығы таңертең 8-де ата-аналар кіріп жатқан кезде 7:30-7:40-тарда жұмысшылар жұмысты аяқтап мектептен шығып жатты. Біз костюммен жүрсек те өзіміз сол 7:30-дан бастап 8-ге дейін төменгі қабаттың бәрін, актовый залдың бәрін жуған болатынбыз. Сол сәттердің бәрі есімде. Енді бүгін қарасаң шынымен де артқа қарасаң бір мақтаныш бар да. Бүгінгі күндегідей жаңағы 350 балаға жуық қазір Аллаға шүкір оқушыларымыз бар, бірақ осындай дәрежеге, осындай күйге жетеміз деп шынымен де ойламадым, бірақ мен өте қатты мақтанам, қуанам біздің артымызда осындай командамыз барына, басшылық барына, бізге сенетін ата-ана, оқушылар барына. Құрметті біздің мектебіміздің сүйікті ұстаздары, әріптестер және шәкірттеріміз. Сіздер 1 жыл бойы бізбен бірге болдыңыздар. Біз сіздермен қуанамыз, біз сіздерді мақтан тұтамыз және біз өзіміздің ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Біз енді үлкен мұхитқа шығуымыз керек, үлкен сапарға шығуымыз керек. Сол сапарда бәріміз бірігіп, үлкен белестерді атқарайық және бәріміз білімнің шыңына жету жолында талмай еңбектенейік.